Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі қонағымыз шығармашылық пен еңбекті қатар алып жүрген ерекше тұлға. Номері 71-ші мектеп көркемдік пәнінің мұғалімі, жарға сурет салып жүрген талантты суретші. Сондай-ақ оқушыларын республикалық конкурстарға жүлделі орындарға жетелеп жүрген ұстаз Нұржан Баев. Қош келдіңіз. Алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Баев Нұржан, Арал қаласындағы нөмір 71-ші орта мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі боламын. Еңбек өтілім 17 жыл. Шығармашылық саласын қалай таңдадыңыз? Мен шығармашылық бұл бейнелеу өнеріне келмес бұрын мен ең алдымен енді бала кезде бала болғасын әр нәрсеге қызығамыз ғой. Мен бейнелеу үйірмесіне қатыспас бұрын түрлі спорттарға, үйірмелерге қатыстым. Бокс, футбол, домбыра деген секілді. Осы бейнелеу өнеріне деген қызығушылығым негізі балабақшадан басталған екен. Анамның айтуы бойынша, апайларымның айтуы бойынша. Ол бірақ жеке хобби ретінде ғана жүретін. Мен негізі спортқа да жақын болдым. Сөйтіп 8 сынып оқып жүрген кезінде Арал аудандық оқушылар үйіне дизайн үйірмесіне бардым. Ол жақта Изнатов Әділбек деген ағайымыз ұстаздық етті. Сол ағайдан білім алып, сол арман қарай осы өнер жолын жалғастырдым десем болады. Осы бейнелеу өнерін мен өзім 7 жыл оқыдым. 7 жыл дейтін себебім 4 жыл Мәншүк Мәметов атындағы педагогикалық колледжде оқыдым. Одан кейін жоғарғы оқу орнын Қорқыт Ата атындағы университетте осы бейнелеу мамандығы бойынша жалғастырдым. Сол оқу орнын бітіріп 2009 жылы. Содан бері осы Арал қаласындағы нөмір 71-ші орта мектебінде мұғалім болып жұмыс жасап келемін. Сіз енді тек қана мұғалім емес, қабырғаға сурет салатын жансыз. Осы бағытқа қалай келдіңіз? Осы бағытқа болғанда ол енді жанрдың бөлек біріне бағыт деп алуға болмайды. Енді сурет боласын бәрі бір. Енді әйнекке де салып атады, мысалы шүберекке салғаннан бөлек теріге де салып атады, темірге де салып атады. Сол секілді мысалға әр мекемеден болсын, балабақшалардан болсын ұсыныстар түседі, мысалға жарға сурет салу керек деп. Енді қай нәрсені көру керек, жасап көріп қалай шығады екен деп ондай ойым болады ғой. Ойлайсың, ең алғашқы сурет тапсырыста орындап болғаннан кейін жақсы қабылдады. Содан армен қарай тапсырыстар түсе бастады. Солай армен қарай осы шығармашылығымызды дамыта береміз. Енді алғашқы жұмысыңыз есіңізде ме? Және қай жерде салынды? Алғашқы жұмыс болғанда қабырғаға салған сурет қой. Ең алғаш қабырғаға салған суретім осы Арал қаласындағы Алтын балық деген балабақша бар ғой. Сол Алтын балықта болды. Мен ойымша ұмытып қалмасам, ол 2016 жылдары ма, сондай кезде. Ол балабақшаның жаңадан ашылған кезі болатын. Сол кезде тапсырыс содан басталды. Рахмет. Енді қабырғаға сурет салу мен қағазға сурет салудың айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Бұл жерде айырмашылық қағазға мысалға кез келген бояуды су арқылы жаққан кезде енді араластыруға ыңғайлы болады. Ал қабырғаға салған кезде ол бір жаққан бояуымыз мысалға тұрып қалады бір жерге. Оған жылдамдық керек, икемділік керек. Қабырға болғасын ол құрамында құм бар, саз бар деген сияқты. Цемент олар тез сіңіріп алады да бояуды. Сол бір бояуымыз қанық болып тұрып қалады бір жерге. Сондықтан жылдамдық керек. Ең алдымен бояуды жағу үшін. Енді сіздің оқушыларыңыз республикалық конкурстарда жүлделі орын алып жүр, және оқушыларыңызды шығармашылық салаға қалай тартасыз? Енді біз жылда оқу жылы басталған кезде, мысалға үйірмеге оқушы тіркеу іріктеу басталады. Сол кезде ағар сыныптардан осы дизайн үйірмесін насихаттап, түсіндіріп айтып, оқушыларды шақырамыз. Енді әдетті кезде біраз оқушы болып тіркеледі, неге тізім бойынша. Ол енді бұл өнерде оңай емес қой. Шыдамдылығы бар оқушылар, мысалға икемі бар оқушылар өз қабатта қалғандары басқа үйірмеге ауысып кеткен жағдайлар болды. Арман қарай сол бір-екі оқушыға енді көбіне қалатын, сол бір-екі қалған сол оқушылармен жұмыс жасаймыз. Енді соның бәрін биік жетістікке жеткізу үшін тынбай еңбектенеміз, үйретеміз қолымыздан келген бәрін. Сол барлық балада талант бар деп ойлайсыз ба? Негізі барлық бала адам бойында бір сурет салмаса да талантты болады ғой, әр адам өзінің ерекшеліктері болады. Барлық бала талантты деп ойлаймын қазіргі. Сол салада оқушының ерекше өзгергені сәт есіңізде бар ма? Енді әдеттіде 2009-да тұрдым дедім, сол кезде біз Ақбай деген оқушым болды. Сол оқушы өнерге, суретке қызығушылығы мықты болды да, ол театрға да жақсы болды.
мәнерлеп оқу деген сияқты, кітап оқу деген сияқты. Ол енді оқу бітіретін кезде бітіргеннен кейін басқа мамандық бойынша оқуға түскен болатын. Енді қазіргі таңда осы Арал қаласында жұмыс жасап жатыр, дизайнерлік бойынша айналып келіп сол өзінің сүйікті мамандығына тоқтады деп ойлаймын. Өйткені оны жоғары оқу орнында оқыған, оқуы бөлекті, ол оқуды ары қарай жалғастырған жоқ. Қазір енді дизайнермен айналысып жатыр. Өзінің арнайы несі бар, рекламный агентство дейді, ол да жарнама агенттігі, сода жұмыс жасайды. Сол оқушымен мақтанамын мысалға. Сол кездегі сол жұмыстардың әсері деп ойлаймын, сол оқушыға деген. Аха, керемет. Енді сізге сурет салуға шабыт қайдан келеді? Шабыт қайдан келгенде, айттым ғой, балабақшадан бастап салған екенбіз суретті. Енді оның арасында мектепте өзі редколлегия дейді, қазір қалай дейтін. Сол кезде барлық іс-шараның кезіндегі қабырға газеттерін салатын болатынбыз. Бірақ енді тек айтқан кезде ғана саламыз, ал үйде жатып олай салған кез болған жоқ. Енді айттым ғой, әртүрлі үйірмелерде қатысып жүрдім. Ең соңында сол оқуды осы бейнелеу өнеріне ізін ары қарай жалғастыруға нағашыларымның, ұстаздарымның ақыл кеңестері не болды жаңа, түрткі болды. Солай жаңа оқушылар үйіне бардым дедім, сол оқушылар үйіне барып, сол әлі күнге дейін сол оқушылар үйімен байланыстамын, ұстаздармен, ағайлармен. Изнатов Әділбек ағайдан бөлек менің кумирім дейді ғой мысалға. Қазір енді Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Бөкішев Берік деген ағайым бар, ұстазым. Ізбасар деген ағайым бар, Жолмағанбетов. Сол ағайларыма, ұстаздарыма мың алғыс айтамын. Ал енді сізге шабыт келмей қалған кездер болды ма? Немесе ондай кездерде сіз не істейсіз? Мен шабыт келгенде ол менді не істемейміз енді. Тапсырыс келген кезде, мысалға, бір апта бұрын бір тапсырыс келеді, ол уақыт бар деп жүреміз де, енді ол сол шабыт деп түсінемін. Енді ол шабыт келмесе тапсырысты беруге бір күн қалған кезде, сол күні бір күннің ішінде, болмаса 2 сағат 3 сағаттың ішінде сап тастаймыз ғой. Сол енді сол шабыттың арқасы деп ойлаймын. Оған дейін бірақ ана сурет қозғалмайды. Көбіне қандай көңіл күйде жақсы жұмыс жасайсыз? Көңіл күйде болғанда ол суретшілер, өнер адамы болсын, енді мен сабырлы болады деп ойлаймын. Енді ондай көңіл күйге қарамаймыз. Енді көбіне мен тыныштықта жұмыс жасағанда, сосын кейбір не болады ғой, өнер адамдары. Бір басқа бір сырттан адам қарап тұрған болса, ол мысалы мен қолым жүрмей жатыр деген сияқты айтады. Менде ондай қасиет жоқ. Біреу қарап тұрса мен сала алмай қаламын деген. Керісінше бір басқа бір сырттан қызығушылық танытып жасап жатқан жұмысымды қарап тұрса, керісінше одан сайын бір шабыт алатындай болып, сосын жұмыс жасаған кезде міндетті түрде әуен қосып қоямын, қазақ әуендер, сол арқылы жұмысымызды саламыз, жалғастырамыз. Керемет. Енді сіздің өміріңізде әсер еткен адамдар бар ма? Осы өнер жолында ма? Иә. Айттым ғой, мен ұстаздарым болды, мен ол кезге дейін оқушылар үйіне бармай тұрып, мысалға қатты қызыққан жоқпын деп тұрмын ғой, енді салғаным болмаса. Одан кейін оқушылар үйіне барғаннан кейін ағайларымыздың, ұстаздарымыздың жұмыстарын көріп, Берік ағайымыздың жұмысын көріп, соны әрмен қарай өзі өнерге осы қызығушылығым арта бастады. Одан кейін колледжге оқуға түстік, ояққа барған кездегі жоғарғы курс студенттерінің жұмыстарын көрген сайын, менде осындай болса, менде осындай сурет салсам деген сияқты арман болады ғой әр адамда. Сондай менде өзімде арман болды. Бір атақты суретші болмағанымен, қолымнан іс келетін бір ұстаз болсам, келешек менде осы ағайларым сияқты шәкірт тәрбиелесем деген арман ой болды. Қазір өзіңіз біреуге үлгі болып жүрмін деп ойлайсыз ба? Мен бұл сұраққа үлгі болғанда, мен сізге кезінде үлгі болдым деп түтіп тұратындай бір не болған жоқ, бірақ енді үлгі алатындай ұстазбын деп ойлаймын енді қазір. Оқушылар айтып көрген жерінде өздерінің жылы лебіздерін айтып жатады, жасаған жұмыстарыңыз ағай деп. Соның өзі де бір адамға кішкене шабыт береді. Керемет. Енді алдағы жоспарларыңыз қандай? Алдағы жоспарларымыз енді мен 4 жыл ма осы аудандық технология бейнелеу пән мұғалімдерінің бірлестік жетекшісі болдым. Енді сол көптеген әріптестер бар ғой, сол бірлестіктер. Әріптестердің
басын құрап бір аудан, облыстық, болмаса республикалық бір семинар өткізу ойымызда бар. Енді Арал ауданында қанша мұғалімдеріміз бар. Мысалы 62-ші орта мектептің өзінде қанша ағайларымыз бар, әріптестеріміз. Соның ішінде Гүлсезім әріптесімізді атап өткім келеді ерекше. Енді бүгінгі тақырып сол суретке байланысты болып тұрғасын. Сол әріптестердің жұмысын көрсету мақсатында облыстық, республикалық семинарлар өткізу жоспарда бар, Құдай қаласа. Өзіңіз армандайтын ең үлкен жоба қандай? Ең үлкен армандайтын жоба болғанда, енді әр адамда өзінде мақсат болу керек қой. Менде Ерболат Ақберік деген оқушым бар, 7-ші сыныптан бері осы шығармашылықпен айналысып келе жатыр. 3 рет облыстық сайыстың жеңімпазы болды. Жаңа сұхбат барысында басында айттық қой, республика жеңімпаздары деп. Әртүрлі бағыт бойынша жұмыстарда көрініп жүр. Енді бір мақсатым сол республикадан сол оқушымды көру, жоғары биіктерден, орындардан. Енді Арал қаласында қандай ерекше сурет немесе идея жасағыңыз келеді? Енді бізде теміржол вокзалы бар ғой, сол теміржол вокзалы бізде қайта жаңғыртудан өтеді деді. Енді қазір оны бұзып тастап орнына жаңа заманауи теміржол вокзалын салып жатыр ғой бізде. Енді сол кезде бізде тарихқа қатысты кезіндегі Аралдан 14 вагон балық жіберді деген бір мозаика сурет болатын деген, сол сурет алынып тастапты сол неден, вокзалдан. Енді ол дәл сол суретті қайталамағанмен осы бізге теңізге қатысты бір сурет салынса деп, мысалы қанша шетелдіктен әлі келеді ғой бізге адамдар. Солар көретіндей, солар бір есте қалатындай, бізде осы Аралдың тарихын білдіретіндей бір сурет салынса деп ойлаймын. Осы идеяңыздың жүзеге асуына сәттілік тілеймін. Енді құрметті тыңдармандар, бүгін біз шығармашылық пен еңбектің, шабыт пен табандылықтың үйлесімі туралы әңгіме қозғадық. Бүгінгі қонағымыз Нұржан Балов болды. Сіздермен бірге болған сәрсенбідегі сәтті сұхбат подкасты. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Амангелді Арай.